Сәлематсыздар ма достар? Мен бүгін сіздерге осылай кабачкиді қалай егетінімді көрсетемін. Мен негізінде семечкімен де егемін. Семечкісін тұқымын салып, ал мынау мен рассададан өсіргенім. Осындай етіп лунка жасаймыз да егеміз. Ал достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Алда да мен сіздерге помидорды, огурциді бочкада қалай еккенімді көрсетемін. Мына менде суға, мына көріп тұрғандарыңыз фитоспоринді ол дүкенде негізінде паста түрінде сатылады. Ол пастаны біз жұмысқа келтіріп жасауымыз керек, рабочий раствор етіп жасауымыз керек. Ол үшін сол дайын пастаны 400 грамм суға езіп, осындай 1,5 литрлік бутылкаға дайындап қоямыз. Жақсылап араластырамыз, ішінде қалмау керек түйір-түйірі. Осы біздің алған фитоспориніміз, дайын растворымыз бізге бір жаз бойына жетеді. Міне, мен бірінші 10 литр суға негіз осындай бір ас қасық салу керек. Мен көріп тұрғандарыңыздай бір ас қасық және жарты қасық салдым, толтырмай. Міне осындай түс шығады. Бұны мен қазір лункаға құямын және оны бетіне де себуге болады. Марганцовка емес, мен қазір осындай фитоспорин қолданамын. Бірінші біз кабачки жасау үшін жерден лунка жасап аламыз. Қазір менімен бірге қараңыздар, қалай мен егетінімді. Әртүрлі способы бар шығар, бірақ та мен осылай егемін. Міне мынандай етіп лунка жасаймыз. Оған жаңағы біз дайын фитоспоринімізді құямыз және мен осындай навоз саламын. Навоз менде жылқыныкі, сиырдікі болса да болады. Оған 1 литрдей жаңағы дайын мен растворымды құям. Рабочий уже дайын 10 литрге 1,5 қасық құйған фитоспоринмен соны құямда осындай кашица жасаймын. Себебі мен нені жасаған кезде менде деген рассада ғой. Рассада болғаннан кейін бұл сухой болса, болмаса басқадай ұнамаса, бұл шықпай қалуы мүмкін. Бірінші оны жасамас бұрын жаңағы стаканға су құйып аламыз. Қараңыздар, мына түбі қандай соншама тамыры керім, әдемі, күшті болып шыққан. Бірінші жаңа стаканға су құйып алдық дедік қой. Содан кейін стаканнан осылай топырағымен аламыз да және топырағымен егеміз. Қараңыздар. Сол кезде бұның тамыры ешқандай қозғалмайды, ешқандай өзгермейді, ауырмайды, тез шығып кетеді. Ал егерде тамырын шығарып топырағын түсіріп тастайтын болсақ, онда бұл шығуы шықпауы екі талай. Шықса да сарғайып, жапырақтары ауырып, сосын барып шығады. Ал сіздер көргендеріңіздей, менде жаңа сіздер басында көргендеріңіз мені 2 күннен кейінгі. Міне бас асты су, бетіне құрғақ топырақты саламыз. Сол кезде 1-2 күнге шейін тұрады, бетіндегі қатып жаман болып қалмайды. Ал мына менің алып тастап атқаным енді шығайын деп жатырған гүлдері, ол бізге керек жоқ. Бірінші гүлдерін алып тастаймыз. Достар, менің каналымды қарап отырыңыздар. Мен ары қарай немен удобрение жасаймын, қалай суарамын, қалай бұны пасынковать етемін, лишний артық қай жерін алып тастаймын, соның бәрін көрсетіп отырамын сіздерге. Міне мына 2 күннен кейін жаңағы айтқандай, енді ғана 2 күннен кейін суардым. Алып тастағаным жаңа өткенде көрсеткенімдей сендерге ең бірінші гүлдері, ең бірінші гүлін алып тастамасаңыз, мүмкін бірінші жерсіз ертерек бір апта 10 күн бірін кабачкиді жерсіз, бірақ та одан кейін ол көп шықпайды. Ал егерде біріншісін алып тастап келесі гүлді өсіретін болсаңыз, онда ол әдемі болып сіздерге кабачки көп береді. Міне барлығын алып тастаймын және ең бірінші шыққанына жерге тиіп жатырған жапырақтарды да алып тастаймын. Себебі әртүрлі аурудың бізге жапырақ арқылы келетін керегі жоқ. Міне көріп тұрғандарыңыздай лунка, осы лункаға су құямын. Жан-жағына әбден жақындатып мен суды құймаймын шлангымен әкеліп. Осы лунканың ішіне құям, сол кезде жетіп жатыр. Мына басында сәл нашар болып шыққан еді. Мен өліп қаламай дегем, жоқ, алып кетті. Ешнәрсе ойген жоқ. 6 ектім, 6 да жақсы болып шықты. Егерде сіздерге помидорды қалай егетінім қызық болса, келесі видеода помидорды қалай егетінімді саламын. Жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Видеоны ақырына шейін менімен бірге қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үмітке